Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда осындай кислица гүлінің ризомаларынан көбейтіп нәтижесімен сіздермен бөлісетін болам. Яғни тәжірибемді толық басынан аяқ көрсететін болам. Соңына дейін көрсеңіздер, бұл гүл қайта жайқалып өскен сәтін толық көрсететін болам. Ал менде осылай көбелек гүлім, яғни кислица гүліміз жапырақтарын, сабақтарын тастап жіберді. Сосын мен түбін қазып, осындай ризома, сәбіз сияқты шығарып алып, кептіріп қойдым. Енді осыны басқа топырақ горшоктарға салып, бетіне егіп шығайын деп жатырмын. Әр горшоктың бетіне осындай бір сабақ ризома, яғни бидай сияқты болады, сәбіз түстес сарғыш болады. Осыны орнатып шығып, үстіне топырақты көп салмаймыз. Бетіне бір қасық көлемінде ғана топырақ саламыз, себебі бұл тез шірігіш болады. Горшоктың түбіне қарай егіп қойсаңыздар, бетіндегі топырақтан жарып шыға алмай, түбінде астында шіріп кетеді су құйғаннан. Сондықтан аз ғана бір қасық көлемінде салып, суды да бірден шылқытып суғарсаңыздар шіріп кетеді. Сондықтан аз ғана дымқылдап қойдым. Енді күн түсетін жарық жерге қойып едім. Міне бір апта көлемде уже жарып шығарып бастап жатыр. Төртеуі де жарып шықты. Міне төртеуіне де осындай сары ризоманы беткі жағына ғана еккен болатынмын. Терең екпеген дұрыс. Міне мынада енді кешірік шығып тұр, бірақ бір сабақ көрініп тұр. Бәрінде, төртеуінде де сабақ көрініп оянып тұр. Қазір алда толық нәтижесімен көрсетемін. Топырағы универсальный топыраққа перлит, вермикулит, содан кейін жаңағы пенопласт шаригі, ары қарай өздеріңіз қалауларыңызша кара, уголь қоссаңыздар болады. Міне сәл бір аптадан кейін тағы да өсіп қалды, уже сабақтары шығарып бастап жатыр, төртеуі де. Міне әрқайсында уже 3-4 жапырақтан, екеуінде ғана бір жапырақтан, мынанікі бір сабағы әлі шығып тұр, мазасы болмай тұр біреуі, ал қалғандары жақсы өсіп бастап жатыр. Ал енді мына өсіп қалғаны уже жайқалып өсіп жатыр. Бір горшокта әпкеме сыйлап жібердім, ол да осылай жайқалып тұрған еді. Ал қалған 3 горшокта жағдайы осылай. Сәлем баршаңызға. Осындай 8 мартқа сыйлыққа келген тюльпан гүлдері. Бұл тюльпан гүлдерінің пиязшығымен келген, яғни ары қарай гүлін тамашалап болғаннан кейін осы пиязшықтарын аман алып қалып, егіп қойсақ, қайтадан тюльпан гүлін беретін болады бізге. Яғни далаға, топыраққа егуге болады. Горшокқа да егуге болады дейді. Мен бірақ горшокқа егіп көрген жоқпын. Қазір сіздерге осы тюльпан гүлін қалай жаңағы далаға егіп гүлдеткенін тәжірибемен бөлісетін болам. Ал енді осы тюльпан гүлдерін мен суға салып қоям. Бір аптадай көлемінде жаңағы гүлдерін тамашалайтын болам. Әзірге гүлдері әдемі ашып тұрғаннан кейін суда тұрды бір апта бойы. Ал енді гүлдері түсті. Ондай жағдайда осылай гүлдерін алып тастап, одан кейін түбінде пиязшығын кесіп алып қалатын боламыз. Міндетті түрде осындай сыртындағы салафандарын бәрін алып тастадым. Енді қазір қарасаңыздар, уже суда тұрып, бір апта көлемінде бүршік атып шығарайын деп тұр. Міне сәл-сәл жұмсақтау, бірақ түп жағы ортасы қаттылау. Шеткі қабықтарын ашып тастасаңыздар да болады негізі. Ең бастысы тамыры, пиязшығы босап кеткен жоқ. Босап кетсе, онда жарамайды. Міне осылай артық жерін қайшымен немесе пышақпен кесіп тастаймыз. Осы кесіп тастағанды фитосфорин немесе слабый раствор жаңағы марганцовкаға салып алсаңыздар болады. Алда көгермес үшін, жаңағы грибковый аурулар болса, ауырмас үшін. Ал мен осындай былбырап тұрған жерлерін алып тастадым. Міне осылай ыдысқа салып қойып, құрғақ ыдысқа салдым, кептіріп қоятын болам. Яғни жарық жылы жерге кептіріп қойдым. Міне кепті бір апта көлемінде, осындай бүршік атып тұр, бірақ жаңағы ешқандай шіріп босап жатқан жоқ. Жаңағы пиязшығы қатты. Енді далаға егіп қоятын болам. Далаға егіп қойғаннан кейін, міне сол жылы шықпайды, келесі жылы